Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін 12-ші тур ФК Ақтөбе мен ФК Шахтер арасында керемет матчтың куәсі болғалы отырмыз. Сіздерге бұл шығарылым міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Біздің игрокlar шығайын жатыр уже. Давай, чиктен. Басталып жатыр. Бірер сәттерден кейін басталады, командаға тартылады. Ал бисмилля деп ойынды бастадық. Ойынның бірінші минуты уже өтіп кетті. Қанша дегенмен Қазақстан құрамасының негізгі қатысушысы, сондықтан бұндай доптарды қиын болса да айтамын. Ақтөбе футбол құрамасының жанкүйерлері осылай негізі ең бірінші Қазақстан бойынша қазір неше түрлі клубтардың жанкүйерлері жасап жатыр, бірақ ең бірінші Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлері бастаған осы Қазақстанда. Қазір ойыны 27 минут болып жатыр. Әзірге есеп 1-0 Ақтөбенің еншісінде. Бешикташ деген клуб құрған, соны Қазақстанға ең алғаш әкелген. Осы Ақтөбе клубының жанкүйерлері, яғни 13. Қазір енді Ордабасы, Астанада осындай клубтар жанкүйерлері осы Кырчалықтың айтып жүр екен, бірақ негізі Қазақстанға ең бірінші әкелген ФК Ақтөбе. Соны мойындасың, кейбір адамдар айтып жатыр. Бешикташты неге қайталайды деп. Енді бір нәрсені ойлап шығарсын онда өздері. Өзіміздің ойлап шығарған да бар, бірақ қайталаған да бар. Қайталауға тұрарлық командадар өте керемет
жанкүйерлік мәдениет дамыған жерлерден неге алмасқа? Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлерінің тағы да бір өзіміз шығарған сондай тағы бір кричалкасы бар. Ол Өктем Алтаевтың Ақ сәулем деген әнін Ақтөбем деп өзгертіп, өзіміздің неге өзгертіп алған, короче. Именно осы кричалка барлық басқа қаланың фанаттарына арналады. Ақтөбе өзінің кричалкасы жоқ деген сияқты фанаттарына арналады осы. Қазір стадионды толық түтін алып жатыр. Ненің себебі екенін білмейміз. Шамамен қалада бір нәрсе жарылып, сондай бір нәрсе болған сияқты. Себебі мына түтін өте ауыр. Демалғанда кәдімгідей қатты білінеді. Футболистерге жүгіру қиындау сияқты осыны кестіреді. Себебі біз просто тұрып мына жерде негізі шаққа деп алып. Мен ойымша бұл өлеңнің текстін бүкіл қазақстандық футбол жанкүйерлер біледі деп ойлаймын. Бірақ кешіріңіздер. Негізі бір жағынан осы екі Қайрат пен Ақтөбенің бір-біріне өте жау команда екенін білеміз ғой бәріміз. Бірақ арасында да екі жақты да сыйлайтын сондай жанкүйерлер бар, ұмытпайық. Солардың бірі мен. Себебі мен өз ойым Ақтөбенің қазіргі жауы Қайрат емес, қазіргі жауы Астана футбол командасы. Одан қалды Астананы ойнағанда соларға беріп жүретін Ордабасы футбол клубы. Бүкіл Қазақстан тіпті Шымкенттің жанкүйерлері біледі деп ойлаймын, өздері сатылып кетеді. Именно Астанаға келгенде. Алдыңғы жолы Ордабасыға Шымкентке барған кезде бір Ордабасының фанатымен сөйлесіп қалдым, үлкен аға. Сол кезде ол кісінің айтқаны, ол кісі ойнап тұр кәдімгідей Ордабасының Астанаға сатылғанын барлығын Ордабасы фанаттары да біледі. Просто өздерінің сатылып кететін клуб екенін ойнағысы келмейді, өкінішке орай. Бірақ нағыз шын мәнінде сондай. Оны бізден бөлек тіпті өзінің жанкүйерлері біледі. Сондықтан Ордабасы сен бізге ренжіме. Өкінішке орай барлықтары шамалы қалды. Почти линиядан защитник шығарып тастады. Айта кететін жағдай, мен биыл Ордабасында, Астананың Қайраттың стадионда болдым. Барлық қалада газондар көргем, бірақ именно мына газон өте качественный деп айтайық, өте сапалы түрде жасалған. Мен ойымша Қазақстандағы қазір ең әдемі искусственный емес, нағыз шын газон бізде өзі бір санаулы бір 2-3 командада бар, 2-3 клуб. Солардың ішінде ең жақсысы деп ойлаймын. Сонымен алғашқы бірінші тайм өз мәресіне жетті, есеп 1-0. Алда әлі 15 минуттық демалыс бар. Командаларға менің бапкеріміз Карпович жақсы сапалы дүниелер айтады деген ойдамын, сенімдемін. Тағы да жаңалық керек негізі. Қосалқы құрамдағы ойыншылар жаттығу жасап жатыр. Мен ойымша Абайхан Жұмабек, Искендір Қыбырай сияқты ойыншылар екінші таймна жаңа тың болып шығып, гол салады деген үлкен үміттеміз. Сол ойыншыларға көптеген үміт артып отырмыз, себебі өте жас, сондай-ақ жас болғанымен қоса тәжірибелі ойыншылар. Сол жігіттерден көп үміт күтеміз алдағы уақытта да осы ойындары. Екінші тайм басталды, жаңа есеп әлі. Кем дегенде командадан, өзімізді командадан 2-3 гол күтеміз.
2'den olib qoldi. Chiqsadan tag'i da kutamiz, tag'i da gol kutamiz. Sebebi o'yin o'ta kerak bo'ldi. 2'den olgan hurmatli hozir barliq stadion Ziga Zaga deb ayqalab жатыр, o'ta kerak. Bugun stadionda 13.600 adam bor deb xabarlab жатыр. Shuningdek bugungi barliq biletning barlig'i o'tib ketdi. O'ta quvonchli. Aqto'be xalqi sog'indi bunday futbolda. So'ngdan 13.600 ya'ni полный stadion jinovi o'z aniqlik qaraydi. Nagazoniga shafti. Dal hozir Qozog'iston o'rtoq quramasining negizgi qatnashchisi Igor Shavskiy gazonda жатыр. Жағдай o'ta qiyincha sebebi qattiq jarohat oldi. Hozir mana og'ir kuyda жатыр, qolganlari suv ichib жатыр. O'yinning bituviga 6 minut qo'shildi. 6 minutda qanday qiziqlar bo'layotganini ko'ramiz. Qarotaning salg'ana ustun. So'ngdan o'yin bitdi. Esep 2-0. Aqto'be o'yinchisi alg'a Aqto'be. Alloh shukr. O'rtoq stadiondagi eng alg'ashqi o'yinda jengishga boshladik. O'ta quvonchliman. Onun üstüne hozir o'rtoq stadiondagi eng alg'ashqi o'yinning hurmatiga o'tshashuvlar shashlatib bo'lib, ko'rsa sizga ham biz bo'lib, sol o'tshashuvga guvohgar bo'lamiz. Хорош. Sen de ondan koyun. Oyunca ne kadar koy. Oyun atmosfera koy. Malaysia atmosfera oyunları kalay zaten Aqto'be, Aqto'be hazır özün sol Aqto'be oyuncusu retinde özünün komandasından kalay oynat deb o'ylaysiz. Birden 10'ga дейін aytmış, примерно 10. Ya бүкіл без ошибок var. Осы составпен, осы қарқынмен Еврокубокта ұта аламыз деп ойлайсың ба? Olması gerek бұйырса, потому что Еврокубокта осындай атмосфера бар. Бұдан да мықты болады. Енді бұйырса ана жерде перформанстар болады бұйырса Құдай қаласа. Ендеше алдағы Еврокубок ойындарын күтеміз, асыра күтеміз. Хорош! Дәл қазір Aqto'be ойыншылары болельшіктеріне айналып осылай өте күшті. Хорош, брат! Хорош, Лео. Это Лео Джейер, да? Мини Лео. Лео Джуниор. Очень рады победе, рады, что порадовали, и рады, что зрители, рады, что вернулись на стадион. Всех поздравляю.